Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Әдеттегідей қызықты бейнероликпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау шағын басуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге улы жыланның да пайдасы бар екенін айтатын боламын. Жылан десе көз алдымызға улы қорқынышты, бауырмен жорғалаушы елестейді. Табиғатта 1500-ден аса түрі мекендейтін жыландардың адам ағзасы үшін тигізер пайдасы өте көп. Тіпті халық арасында жылан етінен сорпа жасап, ауруына ем тауып жүрген адамдарды да естіп жатамыз. Ендеше, улы жыланның қандай пайдасы бар? Жалпы табиғатта жүрген жыланды дастарханға әкелген ең бірінші Қытай халқы. Кейіннен оңтүстік шығыс Азия елдері үйреніп, күнделікті ас мәзіріне қоса бастаған. Жылан етінің пайдасы. Жылан еті дәмді болып қана қоймай, адам денсаулығы үшін өте пайдалы. Оның құрамында әрқилы ақуыздар мен түрлі тұздар бар. Олар потенциалды арттырып, көру қабілеті мен қан айналымын жақсартып, және қан қысымын төмендетеді. Азиядағы қарт кісілер жылан еті өмірді ұзартады, ал жастар теріні жұмсартады деп сенеді. Әрі жылан етін диеталық тағам ретінде қолданады. Оның құрамында сиыр етіне қарағанда 2 есе аз калория мен май бар. Жылан етінің калориясы 93 кал. Дайындау тәсілі. Жыланның емге бай етін алу үшін өмірлік тәуекелге баруға тура келеді. Улы жыланды қиыншылығына қарамай ұстаған соң басын кесіп, қанын ағызып және терісін сылып алу қажет. Сосын оны бөліктерге бөліп пісіре берсе болады. Жалпы жылан етінің дәмі тауық етіне ұқсас болып келеді. Жылан етінің жақсысы кобра, әсіресе аналық түрінің еті дәмді болып саналады. Жалпы жылан етін әртүрлі тәсілмен бұқтырып, тұздап, қайнатып, қуырып, тіпті күріш кеспе және әртүрлі тұздықтармен үлестіріп дайындаса болады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.